Сәлем, сіздермен бірге Ардақ. Бүгін сәбидің 11 айдағы күтімі туралы айтатын боламын. 11 айға қадам басқан сәбидің салмағы 7,6, 11,7 килограмм. Бойы 67-де 7 және 80 сантиметр аралығында болады. Салмақтың қосу белсенділігі балаларда сырқаттанған, ана сүтін еметін балаларда баяу жүреді. Сәби 11 айында тізерлеп отырып, алға қарай еңкейеді. Қасықты аузына апарады, бір-біріне кіргізетін ойыншықтарды ойнайды. Тұрып отыра алады. Көптеген жаңа дыбыстар мен сөздерді айта алады. Үлкендердің іс-әрекетін қайталайды. Көлделең қалыпта тек ұйықтағанда ғана жатады. Алғашқы қадамдар жасайды. Кеңістікті тани бастайды. Бала қабырғаны не кереуетті ұстап, оны жағалай жүреді. Жауырынын қабырғаға тіреп тік тұрады. Ойыншықтың атын атасаңыз, алып бер дегенді толық орындайды. Балаға мұрының, құлағын, көзің, аузың қайсы десең, қолымен көрсетеді. Осы кезде баланы қоршаған заттармен таныстырыңыз. Жүруге үйрету үшін үйдің ішінде әуелі екі қолынан, сосын бір қолынан ұстап жүргізіңіз. Үйренді деген кезде ойыншықты көрсетіп, өзіңізге жүргізіңіз. Себебі бала қорқуды ұмытып, ойыншықты алуға ұмтылады. Сәби жүруге әрекет жасайды. Сондықтан арнайы аяқ киім алып беруді ұмытпаңыз. Сөздік қоры кеңейіп келеді. Сондықтан сәби көрсеткен әрбір затты атымен айтамыз. Егер сәби аяққа тұрмаса, міндетті түрде дәрігермен кеңесіңіз. Арнайы жаттығу түрлерін тағайындайды. Баланы дамыту үшін басқа да балалармен ойнатуға әрекет жасаңыз. Сыртына міндетті түрде бақылаңыз. Сәбиді тәулігіне 5 рет тамақтандырамыз. Еміземіз, қосымша тамақтар береміз. Сәби бұл кезде көптеген тағам түрлерін жей береді. Тек жаңғақты әзірге беруге болмайды. Емізуді жалғастырудың маңыздылығы өте зор. Сәбиді тыныштандырады, сенімділік береді, қарсылық қуатын көтереді. Көптеген дәрігерлер сәбидің өзі бас тартқанша емізуге кеңес береді. Ал сіз сәбиіңізді қанша жасқа дейін еміздіңіз? 11 айлық сәбилері бар аналар бар ма? Сіздің сәбиіңіздің дамуы қалай? Пікір қалдырыңыз. Бүгінгі ақпарат сізге пайдалы болса, қазақ тілді арнамыздың дамуына өз үлесіңізді қосып, қоңыраушаны басып, маған қолдау білдіріп, жазылып алыңыз. Егер жазылып алған болсаңыз, менің арнамды жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Бұл сіз үшін аз ғана уақыт алады, ал мен үшін келесі пайдалы ақпаратты шығаруға шабыт сыйлайды.